Абу Зар пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бірде сұраған: Аллахтың елшісі, әуелгі мешіт қайсысы салынған жердің бетінде деген кезде, әл-Машидул Харам деген, Әл-Харам мешіті, яғни Қағба мешіті. Достар, өзін мұсылманмын деген адамға бұл ақпарат таңсық емес. Ал өз елімізде алғашқы мешіт қай жерде ашылған? Елімізде ислам діні қай жерден бастап таралды? Осы туралы ақпаратты зерттеп, бүгін сіздерге көрсететін боламыз. Достар, өздеріңіз сезгендей, біздің бара жатқан жеріміз Тараз қаласында орналасқан. Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін бізде жаңа шығарылым. Енді бұл жаңа шығарылымды сіздерге бір ерекше жермен бастасам деп отырмын. Біздің елімізге өте бір құнды жер десек болады. Өйткені дәл осы жерден біздің асыл дініміздің діңгегі қалыптасқан. Ол қай жер дейсіздер ғой? Ол мына жер достар. Алғаш бұл жер мешіт болмаған достар. Бұл жер алғашқы кезде шіркеу ретінде қалыптасқан имарат болған екен. Помимо этого, что здесь расположена самая историческая мечеть, самая первая, можно сказать, мечеть, здесь также расположен караван-сарай. Караван-сарай в древности – это, как сейчас, для нас гостиничный дом, где могли остановиться гости, остановиться на своем транспорте, это, конечно же, в виде лошади, верблюда, накормить их, напоить и дальше уже отправиться в путь. То есть это было очень на тот момент элитное место, потому что возле мечети караван-сарай это, конечно, только для самых таких вот значимых и богатейших людей, можно сказать, или же духовных людей, гостей города. Бұндай тұжырымға осы жерді 2005 жылы тапқан археологтар келген. Өйткені бастапқы осы жерді қазба жұмыстары кетіп жатқанында бұл жердің табылған заттары алғашында шіркеу болғанын түсіндірген. Ал енді бұл жер шіркеу емес, мешіт болғанына қайта ойлары ауысқан кезде оны қалай білді дейсіздер ғой? Оны мына жерден білген. До того, как здесь была расположена ранее исламская мечеть, здесь находилась Зороастрийская церковь. То есть она до религии ислам, здесь был зороастризм на территории не только Тараза, но и Центральной Азии. И в этот момент, когда ее начали переделывать уже под мечеть, не была она уничтожена, не была разрушена, а просто переделана под свою духовность и также осталась здесь по сей день. Бұл жер, достар, миграб деп аталады. Бұл имамның тұратын орны. Осы жерде имам тұрып, жамағатпен намаз оқыған. Осы себепті де, осы көріністен бұл жердің шіркеуден кейін қайта мешіт болып ауысқанын дәлелі болып есептеледі. Енді достар, біз шынымен де ежелгі жаңағы адамдар құбланы дұрыс белгілеген ба, соны білу үшін қазіргі енді смартфонды қолданып, құбланың қай жақта орналасқанын көрсек, екеуінің бағыты дәлме-дәл келіп тұр. Оны мынадан білсеңіздер болады. Осы миграб тұрған бағытқа қарай құбла болған. Бұл да бір кішкентай дәлелдеуге болады. Ежелгі кезде осы жер мешіт болған. Сонда біздің асыл дініміздің діңгегі осы жерден басталған. Енді қазба жұмыстары берді 2005-тен басталғаннан кейін әлі де осы жерде зерттеу жұмыстары, жаңағы осы жерден табылған түрлі жәдігерлерді, соларды зерттеу жұмыстарының бәрі
әлі де жалғасуда. Әлі де жаңа ақпараттар шығады деген ойдамыз. Бұл жерден де ұлы жібек жолы өткен. Сол себепті де жібек жолы өткен жолдың бәрінде сауда-саттық өте қатты қайнаған. Сол кезеңдегі сауда орындарының бірі осы жерде де орналасқан. Мінекей достар, мына тұрған жер сауда орны болған. Бұл жерден енді көптеген жәдігерлер, қыш құмыралар, әртүрлі бағалы заттар, сол сияқты бір ежелгі заттардың бәрі осы жерден табылған. Ал енді бұл жерді үстінен қарағанда қандай болады, соны көрсетіп жіберейін. Мінекей достар, мына мешіттің орны болса, міне базардың орны. Мінекей. Мына макетінде барлық бөлмелері жаңағы магазиндердің, біздің тілмен айтқанда магазиндердің бөлмелері көрсетілген. Енді ішін бір аралап көрсек. Мына жерден бастасақ достар, мінекей мына табылған осы қыш құмыралар осы достар. Мынаны қарасаңыздар, енді бұл сынған, бұл қайта жөндеуден өткен құмыралар, барлығы жасалғаны көрініп тұр, қайта жөнделгені көрініп тұр. Осындай құмыралар, бұның ішінде мүмкін бидай сатты ма, жоқ әлде түрлі азыққа арналған заттар сатты ма, белгісіз, бірақ соған арналған сияқты. Енді бұл жердегі құнды жәдігерлердің барлығы ол біздің орталық музейлерде, облыстық, республикалық музейлерде сақталған. Ал бұл жерде сіздерге қайта көрсетпей ақ қояйық, бұл жердің көбінде осындай қыш құмыралар қойып қойған. Бірақ бұл жәдігерлердің бәрі де осы жерден табылған. Ешқандай да сырттан әкелмеген, осы жерде табылған құнды дүниелер деуге болады. Мінекей осындай жаңа жоғарыда макетінде көрсеткендей осынша бөлмесі бар. Шыны керек, қалай айтсақ болады, мынаның үстінде жүріп, қазір осы жерде жүріп, бір ежелгі дәуірге түсіп қалған сияқты сондай бір сезім келіп жатыр. Енді Дидар саған білмеймін қалай болып тұрған, бірақ маған сондай бір сезім келіп тұр. Енді ана мешіттің ішінде өзіңді шынымен де басқаша сезінеді екенсің. Мына жерде ежелгі адамдар осы жерде сауда-саттық жасап, осы жерде өмір сүрген, шынымен керемет. Осындай орындар біздің Қазақстан жерінде көбейіп табылып келе жатқанда бізді қатты қуантады. Мінекей достар, осындай жерді тауып, осындай жерді көріп, бізде қуанып, келіп, сіздермен бөлісіп отырмыз. Тағы бір қызық жайт достар, сіздерге айта кететін. Мына тұрған жаңа біз барған мешіт. Ал оның тура жанында Дәуітбек бабаның кесенесі тұр. Енді бұл кісі көпке беймәлім шығар, бірақ кішкене ақпарат айта кетсек, өзінің заманда, яғни 12-13 ғасырда өмір сүрген бұл кісі мықты қолбасшы және ғалымдардың бірі болған екен. Ал енді бұл жер негізінде сіздер қазір көріп тұрған тал өсіп тұрған, шөп өсіп тұрған жерлердің бәрі негізі бейіт болған. Ал бұл жердегі көп қабірлер біздің ақпарат бойынша жердің беті кішкене қазылып, сол жерге көміліп кете берген екен. Сондықтан да қазір енді ол жерлердің бәрі 50 жылда ел жаңа демекші, бұл жерлер қазір мінекей көздеріңіз көріп тұрғандай қала болып кеткен. Ал бұл Дәуітбек бабаның ар жағында баршаңызға мәлім Қарахан бабаның кесенесі жатыр. Естеріңізге сала кетсем, осы Қарахан бабаның құрметіне осы Тараз қаласы Әулие ата деп 100 жыл аталған екен. Енді соны бар көрейік. Біздің өткен бөлімдерден көретіндеріңіздей, бұндай кесенелердің ауыз толтырып айтатын ерекшелік жоқ. Кезінде ұлы адам болғандардың жерленген жері. Қарахан бабаның алғашқы ежелгі кесенесі өкінішке орай сақталмаған. Алайда бұл осы көріп тұрған кесенені көтеру 1906 жылы, яғни бір ғасырдан астам уақыт бұрын осы кесенені жергілікті халық көтеріп,
осындай қалыпқа қайта келтірген. Өйткені бұның бастапқы кесененің қалпы өкінішке орай сақталмаған екен. Алайда бұл Қарахан бабаның жанында сіздерге атап өтетін бір ерекше зат дейміз ба, жоқ әлде мұра деп те айтуға болатын шығар, мынаған бір мән беріңіздер. Өздеріңіз тақырыптан байқағандай, видеомыздың қорытындысында сіздерге осы жерде тұрған ерекше бір дүниені көрсетсек деп едік. Бұл дүние мінекей. Бұл былайша айтқан кезде болашақ. Болашақ деп айтқан себебім, осы монолит тастың астында біздің алғашқы президентіміз, тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың хаты тұр. Ол хат бірақ болашақта, яғни 2100 жылы ашылатын болады. Оған дейін осы жерде осылай сақталған. Сіздерге өзім мына жерде жазылған сөзді оқып өтсем, сөзбе сөз. Осында Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың болашақ ұрпаққа аманат хаты сақталуда. Ойлаңыздар достар, бүгін 16 қараша 2024 жылдың. Осыдан 76 жылдан кейін осы хат ашылатын болады. 2100 жылы ашылсын деп бұйрық ретінде осы жерге қойылып кетті.